Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін Жапон, Қытай, Корея асханасынан табылатын, яғни фунчоза салатымен бөліспекшімін. Мен бұл салатты тағам ретінде қолданамын, себебі өте тойымды, көкөністермен, етпен және де фунчоза лапшасымен піскендіктен өте дәмді болып шығады. Етімізді турап аламыз, қызып тұрған табаға майды құйып, етімізді салып қуырамыз. Бұл жерде қой еті, сиыр еті жарай береді. Қатты отта қуырып алып, тұзды салып, бетін жауып, төменгі отқа қойып қоямын. Етіміз қуырылғанша мен көкөністерді жырқадан өткізіп аламын, яғни сәбізімізді редкадан дәл осылай жырқадан өткізіп алдым, және де қияр, болгар бұрышын ұсынша қылып турап шықтым, және де сарымсақты майда ұсақта қылып турадым. Укроп, кинзаны қоссаңыз өте дәмді болып шығады. Мен бұл жолы укропты қосатын боламын. Мінекей мен етім суы шығып жақсы пісті. Енді дәмдеушілерден сыра салдым. Және де сарымсақ, қара бұрыш, фунчоздан дәмдеушін салып, тағы да кішкене пісіріп аламыз. Көкөністерден редкамыз сәбізді салып, 5 минут шамасында ғана пісіреміз. Енді пісіргенде төменгі отта қақпағын жауып, демалдырып қоямыз. Фунчозаның көп деген лапшаның түрлері бар, бірақ осы лапша ұнайды, себебі жақсы тез піседі, әрі шеншіге болып шығады. Қайнаған суға бұқтырып аламыз, яғни 5-10 минут шамасында. 5 минут шамасы жетеді, себебі көп болса да езіліп кететін болады. Мен бұл жолы жартысын, яғни 200-300 граммын ғана пісіретін боламын. Қияр мен болгар бұрышын жаңағы етті қоспамызға қосып араластырамыз. Фунчоза менің 5 минут шамасында пісті. Енді суын төгіп тастап, жартылай-жартылай қиып аламын, себебі ұзын болса да жеуге ыңғайсыз болады. Достар, бұл жерде ескеретін жайт, уксус және де соя салынған болатын. Бұл жерде видеода түспей қалды, сіздерден кешірім сұраймын. Мінекей фунчоза салатымыз дайын болып қалды. 1-2 сағатқа демалдыруға қақпағын жауып қойып қоямыз. Фунчоза салатымыз дайын болды. Қараңыздаршы, өте әдемі, тәбетті ашатындай болып шықты. Әдемілік үшін укроп сеттім, және де кейде сеуіп шығамын. Қонақ келген кезде міндетті түрде осылай сепсеңіз өте әдемі көрінеді. Бастысы дәмді, мен тағам ретінде қараймын, сондықтан өте дәмді тағам болды. Міндетті түрде осы рецептін дайындаңыздар, менің арнама тіркеліп, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізге сұрақтарыңызды жаудырдыңыздар. Сіздермен бірге болған Асемай.